Сәлеметсіздер ме? Балалар, қазіргі кезде эссені жазу ең өзекті мәселе болып отырғаны анық. Олай болса, мен осы эссенің бірнеше талаптарымен сіздерді таныстырғым келіп отыр. Бірінші, эссенің мақсаты. Өз ойын, пікірін дәлелді, сауатты әрі көркем жеткізе білу. Екінші, сыни ойды жетілдіру. Үшінші, іздену, ақпарат алу, ой өрісін кеңейту мүмкіндігі. Төртінші, өз сөзін айта білу мүмкіндігін қалыптастыру. Бесінші, шығармашыл фантазия еркіндігін сезіну. Бұл эссенің мақсаттары болса, эссенің құрылымы 3 жолдан тұрады. Бірінші, кіріспе, екінші, негізгі бөлім, үшінші, қорытынды бөлім. Кіріспе бөлімге таңдалған тақырыптың өзектілігі және оны ашуға қажетті терминдер мен негізгі бөлімдегі жауаптың сұрағы айтылады. Ал негізгі бөлімде, бұл бөлімде негізгі сұрақтың жауабы, автордың талдауы, аргумент айтылады. Сұраққа сәйкес себеп салдар, төр мазмұн, бөлшек бүтін, тағы да басқа әртүрлі философиялық категорияларға негізделеді. Үшінші, қорытынды. Негізгі бөлімде айтылған тақырыптың мәнін бекітеді және мазмұнының маңыздылығын ашады. Қазіргі кезде эссенің бірнеше түрлері бар. Соларға тоқталып өтсем. Әдеби эссе, академиялық эссе, әдеби талдау эссе, әдеби сыни эссе, әдеби дәлелдеме эссе, әдеби публицистикалық эссе, әдеби салыстырмалы эссе, әдеби шығармашылық эссе. Осы эссені жазуда мынандай талаптар қойылады. Бірінші, тақырыпты анықтау. Екінші, әрбір бөлімнің көлемі мен мақсатын анықтау. Үшінші, эссенің құрылымын мұқият ойластыру. Төртінші, ойды нақты, сауатты, көркем тұжырымдау. Бесінші, дәйектердің дәлелді шындыққа негізделген болу керек. Қазіргі кезде осыған орай эсседе көптеген қателіктер кездесіп отырады. Сол қателіктермен таныстырып өтсем. Тақырыпты, проблеманы аша алмау. Автордың жеке позициясының көрінбеуі. Теоретикалық негіздеменің жоқтығы. Терминдерді орынсыз, сауатсыз қолдану. Өмірдегі тым қарапайым мысалдарды көп қолдану. Ауызекі сөздер, диалект, сленг, жаргон сөздерді қолдану. Келтірілген мысалдардың автор позициясына қайшы келуі. Композициялық тұтастық пен логикалық жүйенің болмауы. Тіл жұтаңдығы, сөйлемді дұрыс құрастыра алмауы. Міне, осының барлығы эсседе қателіктерге ұшыратады. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет.